Бақтияр Айталы. Пейіштегі пендешілік. Мен оны әлдегімді іздеп жүр деп ойлаған едім. Қасыма келіп жайғасты. Жүз солғын, жүдеу көрінеді. Амандаса салып бірден әңгімесін бастады. Сенесің бе, бауырым? Мен әлдеқашан өлгенмін. Ау, жүрегім дір ете қалды. Үрейімді жасырып, аса мән бермеген сыңай таныттым. Мен өлгенмін деймін. Осыдан тура 1 ай бұрын о дүниелік болғанмын. Сонда қалай? Сен де сене қоймассың. Мен сияқты өліп көрсең түсінер ең. Жұрттың бәрі мені ес ауысқан деп ойласа керек. Осы бір хикаямды бастасам болды, ат-тон ала қашады. Мен ойдан шығарды дейсің бе, бәрін көрдім. Сырымды ешкімге айта алмадым, тіпті тыңдайтын адам қалмады мына маңда. Жоқ, сіз не айтып кеттіңіз, кімсіз? Айттым ғой, сен де тыңдамайсың. Неге осындайсыңдар? Менің мына ішкі күйзелісімді кімге жеткізем деп күйіне бастады. Мен де іштей таңданып тұрмын. Жайшылықта осындай жігіттер дәл осы жерге келіп жайғасып алып, темекің бар ма, бауырым деуші еді. Мұнысы қалай? Мүмкін ауру шығар, жүйкесі тозған бір бейбақ болар деп те ойладым. Күдіктерім тұрғанымды сезгендей. Мен жынды емеспін, бауырым. Бәрі дұрыс, дұрыс. Тек мені тыңдыш. Сенбесің өзің білерсің. Мына тәнім де өзімдік емес деп мұңая бір жымиды. Сонда қалай енді? Өткен айда өзің білесің, жол көк мұз. Анау тұрған үлкен жолды кесіп өтіп бара жатқанымда кенет түйіршік мұзды басып, жолдың қақ ортасына оңбай құладым. Тұруға ұмтылғанымша жүйіткіп кірген бір көлік кеудемнен мына жерімнен басып өткен білем. Көп ұзамай мен өз тәнімнен сусып шығып, көкке көтерілгенде күй кештім. Төменгі қарасам, 10 шақты адам жол үстінде жатқан мені көріп шетке шығарып, біреу шапанын шешіп кеудеммен басымды бүркеп жапты. Қатты қорықтым. Мынадай соққыдан кейін жарақатыма қалай шыдар екенмін деп. Бірақ менің еш жерім ауырмады. Себебі сол сәтте өліп кетіппін. Көкте қалықтап жүрмін. Қалаған бағытыма қарай еркін қозғалып ұшып жүрдім. Әргі жерде жатқан тәніме тағы бір көз жүгірттім. Енді олар мені қызыл жолағы бар көлікке көтеріп салды да емханаға қарай алып кетті. Мен де соңынан ілестім. Емхананың қақпасынан кіріп, шеткер тұрған үлкен ескі үйдің алдына тоқтап, көк матамен бүркелген денемді ішке алып кірді. Мен сырттай күттім. Кеш батты. Төзімім таусылып ішке кірдім. Бұл жер әлгі мәйітханасы екен. Жағымсыз иіс болса керек, бетіне маска таққан 2 адам жүр. Мен иіс сезбедім. Бұрыштағы қоңыр үстелдің үстінде бір шөлмек арақ, бір стақан және еппен туралған қияр мен қызанақ тұр. Бетінің әжімі көп. Орта жастағы бір еркек әлгі шөлмекті бір қисайтып алды да тағы бір бөлмеге кіріп, менің киімдерімді шешіп тастады. Мен сол жерден намыстанып кеттім. Тарт қолыңды, оңбаған деп айғайладым. Менің дауысым ешкімге естілмейді екен. Ешкім көріп те тұрған жоқ. Әлгі еркек қызлала боп жатқан түріме қабақ шытып бір қаратта, темір қалбырдан ұстарасын алып, төсімнен кіндігіме дейін тіліп жіберді. Қасына екіншісі де келді. Ол да көмектесіп мен тіліп жатыр. Мен өкіріп жыладым. Қасымда маған болысар ешкім жоқ. Темір есіктің саңылауынан сыртқа шығып кеттім. Қарауға шыдамым жетер емес. Далада маған таныс адамдардың дауысы естілгендей болды. Көліктерінен таныдым. Олар менің туыстарым екен. Кеш білген ғой менің өлгенімді. Көздері жәудіреп жылап жүр. Олар ішке еніп әлгі Қандыбілек 2 кісімен ұзақ сөйлесті де қайтып кетіп қалды. Ертесі күні менің бауырларым қайта келіп сүйегімді көлікке салды да үйге алып кетті. Мен де қалмай қалықтап ұшып келем. Сонымен не керек, алыс жақыннан ағылып келген ағайын біздің үйге ерсілі-қарсылы кіріп шығып жатты. Ауыл шетіндегі бейіттердің бір шетінен маған шақтап көр қазылып біткен екен. Оны да көріп қайттым. Үй сыртында үймелеген жұрт сапқа тұрып жаназамды шығарды. Әлгі маған жүзі таныс қара торы молда көпшілікке қарап, жақсы адам ба еді деп сұрап жатыр. Қарыз бар ма еді деген сөзді естіп елең ете қалдым. Иә, әрине. Өмір болған соң біреуден қарыз алатын кездерде болады ғой. Ойыма сап оралды. Бір досымнан алған қарыз ақша есіме түсті. Соншалықты қомақты ақша емес еді. Мен сапта тұрған көптің арасынан әлгі досымды іздедім. Соңына қарай тұр екен.
менен қарыз алып ет деп ортаға шықпады. Себебі мен оны жақсы білем. Ол досым да құлазып, жанармен жер шұқып тұр. Енді олар мені табытқа таңып, бейітке қарай беттеді. Мен енді бір үрей басып барады. Бейіттің үстіне келіп көкке қарай биік көтерілдім. Төмендегі адамдар кішірейіп көрінді. Тіпті былай қарасаң, құмырсқалар илеуіне бір олжасын көтеріп кіріп бара жатқандай көрінеді. Мен төменге қайта зымырап түстім. Қазылған көрге кіріп алдым. Сүйегімді де еппен сол жерге жайғастырды. Лақаттың аузы жабылды. Енді гүрсілдетіп көме бастады. Бірте-бірте тыныштық үдеп келеді. Айнала тас қараңғы. Осы сәтте маған сан қилы ойлар келді. Мына жұрт мүрдеме төмпешік үйіп, 40 адым ұзап кеткен соң әлгі мүңкір нәңкір есімді періштелер келіп тергесе қалай болмақ деп ойланып жатырмын. Оны да көрдім. Сұрағанын айттым. Содан мен мүлде басқа бір әлемге кіріп кеттім. Оның бәрін тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. 7-ші аспанға жетіп, келі қақпадан кіргенімді сезгендей болдым. Шаңқайып тұрған ыстық күн жоқ. Жаныңа жайлы бір әлем. Көркіні көз тоймайтын баққа қарай кіріп кеттім. Аралап жүріп қалаған жемісімді жедім. Бір алып ағаштың маңынан алма теріп жүрген бір топ қыздарды көрдім. Олардың сұлулығын көрсең ғой, әлемнің ең сұлу қыздары сол жерге жиналғандай. Мына айналаңдағы қыздар сияқты өмірге өкпелеп, қабаған шытып жүрген біреу жоқ. Бәрінің ажары ашық. Менен бойы ұзындау сүйекті қыздар. Олардан бөлек әр жерде жүздері шаттыққа бөленген жандарды жолықтырдым. Мына өмірдегі үйіңіз үй ме? Ол жердегі ғаламат үйлерді көріп өз көзіме өзім сенбей жүрдім. Тамаққа мүлде тәбетім болмады. Қанша шақырым жүргенімді білмеймін, сол төңіректі еркін аралап жүрдім. Іштей ойландым, мына үйдің бірнешеуін өз иелігіме алайын деп. Мұнда ешкімнің ойына иелік ету келіп жүрген жоқ сияқты ғой деп бір түйдім. Тіпті біреу-міреу қарсы алдымнан шығып, «Ей, сен кімсің? Мұнда не істеп жүрсің?» демейді. Не деген пейілі кең адамдар. Жүздерінен реніш байқалмайды. Әлгі алып ағаштың түбіндегі көк майса шөпке шалқалап жатып, аз тынығып жаттым. Адамның қиялында шек бар ма? Тағы бір фәни дүниедегі жоспарым есіме түсті. Иә, ол не дейсің ғой? Үлкен бір дәріхана ашып еді. Әттең, бірақ дәрі-дәрмекті қайдан алам? Әлгі адамдардың жүзіне қарасам, олар тіпті ауырмайтын да сияқты. Мен сонша жерді аралағанда бірде-бір дәріхана жолықтырмадым. Бәсекелес болатын ешкім жоқ қой. Осындай сан түрлі қиялмен мастанып жатып ұйқыға кеттім. Бір сәтте қатты бораннан оянып кеттім. Мен тым биіктен жерге қарай құлдилай құлап келе жатқанымды сездім. Қанша күн, қанша түн екенін білмеймін. Әйтеуір ақыр осы төңіректен бір-ақ шықтым. Мына денемнің кімдік екенін де білмеймін. Енді түсіндім. Менің барып қайтқан жерім пейіштің дәл өзі екен. Әлгі пендешілігім болмаса сол жақта мәңгі өмір сүрер ме едім? Әй, пендешілігім ай. Әзілдеп тұрсыз ба? Қайдағы әзіл, бауырым? Ой, бұл оныңыз не енді? Қайран мүмкіндік ай. Енді не болды ал? Пейішке барып тұрған жеріңізден қайта мұнда келдіңіз. Тағы бір мәрте өлсеңіз, сіз дәл сол жерге барасыз ба? Неге тыныш жүрмейсіз? Қай-қайдағыны ойламай тыныш жүру керек еді. Жүріңіз енді. Мына жалған өмірде бізбен бірге деп орнымнан тұрып кете бердім. Соңы. Оқыған Қуат Ахметжан.